Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы геометриялық мазмұндағы есептерді шығару. Яғни бүгін біз сабақта тік төртбұрыштың, шаршының қабырғасы мен периметрін табуға байланысты берілген есептерді шығарып үйренетін боламыз. Олай болса, тапсырмаларымызды орындап бастайық. Ендеше оқулықтағы бірінші суретке көңіл аударыңдар. Мұнда өздерің көріп отырғандай теңіздің суретін көруге болады. Әрине бұл теңізді көргеннен кейін саяхат бірден есіңе түседі. Олай болса, теңізге саяхатқа барып көрген де боларсыңдар. Алдымен тапсырмаларды орындап, сосын теңізге баратын жолдың ұзындығын өлшейтін боламыз. Ал енді суретке көңіл аударайық. Мінекей өздерің көріп отырғандай, екі ұл бала және қыз бала теңізге барғысы келеді. Бұл теңізге баратын жол біреу ғана емес, бірнеше. Мінекей өздерің көріп отырсыңдар. Қыз бала мектептен шықты. Және мектептен шыққаннан кейін теңізге бірден тік жолмен баруға болады. Бұл жолдың ұзындығы неше метр деп көрсетіп тұр? Әрине белгілі 10 метр екен. Ал енді ортадағы ұл баланы көрейік. Бұл ұл баланы бізге белгілі болу үшін атын Самат деп алайық. Ендеше, қазір біз Саматтың теңізге дейінгі баратын жолының ұзындығы қанша метр екенін есептейтін боламыз. Өздерің көріп отырғандай, Самат теңізге тік жолмен барады. Мінекей, бұл тік жолдың ұзындығы 35 метр және 10 метр екенін көруге болады. Олай болса, Саматтың теңізге дейінгі жолының ұзындығын біз табуымыз қажет. Оны қалай табамыз? Әрине, қосу амалы арқылы. Олай болса, қанекей есептеп көрейік. Яғни, Саматтың теңізге дейінгі бірінші жолы 35 метр екенін көрсетіп тұр, одан кейін 10 метр екенін көрсетіп тұр. Олай болса, 35 пен 10-ның қосындысы қанша екенін өздерің есептеп отырсыңдар. Яғни, 45 метр жол жүргеннен кейін Самат теңізге барады екен. Ал енді келесі суретте сендер тағы да ұл баланы көріп отырсыңдар. Бұл ұл баланың аты кім деп атын қояйық? Әрине, Айдын деп қояйық. Айдын да теңізге барғысы келеді. Ал енді Айдынның теңізге дейінгі жолының ұзындығын өздерің көріп отырсыңдар. Белгілі ме? Әрине белгілі 15 метр екен. Ал енді Самат Айдынмен бірге бару керек болса, қанша метр жүру керек? Сол жағын ойланып көрейікші. Мінекей Самат Айдынға барады, солсын Айдын екеуі бірге теңізге бару қажет. Олай болса, Самат пен Айдынның теңізге дейінгі жолының ұзындығын өлшеп көрейік. Ол үшін біз бірінші жолдың ұзындығы 50 метр екенін білуге болады. Яғни Самат Айдынға дейін 50 метр жол жүріп барады, сосын екеуі бірігіп теңізге дейін 15 метр жүріп барады. Яғни 50 метрге 15 метрді қосатын боламыз. Яғни 50 мен 15-тің қосындысы қанша метрге тең? 65 метрге тең екен. Мінекей балалар, біз жолдың ұзындықтарын бір-біріне қосу арқылы теңізге дейінгі жолдың ұзындықтарын осылай өлшеп отырмыз. Ал енді бізге бұл сурет арқылы тағы бір тапсырма беріліпті. Яғни осында көрсетілген екі гүлзардың периметрін тап дейді. Олай болса қазір мен сендермен бір гүлзардың периметрін бірге табайық, ал өз беттеріңше екінші гүлзардың периметрін есептеп көріңдер. Ал енді гүлзарға көңіл аударайық. Әрине гүлзардың сендер не екенін білесіңдер. Аулада гүл өсетін, өсімдіктер өсетін алаңқайды біз гүлзар деп айтамыз. Солай емес па? Олай болса, гүлзардың ұзындығы неше метрге тең? Белгілі ме? Әрине гүлзардың ұзындығы бізде 5 метр екені белгілі. Ал ені 4 метр. Ені де белгілі екен. Олай болса біз периметрін табатын боламыз. Гүлзардың периметрін табу үшін екі қабырғасын алдымен бір-біріне қосып аламыз. Яғни 4 метрді қосамыз 5 метрге. Яғни осы екі қабырғаның қосындысын 2-ге көбейтеміз. 4 метрге 5 метрді қоссақ 9 метр, 9 метрді 2 метрге көбейтсек, әрине 18 метр екен. Мінекей біз гүлзардың периметрін есептедік. Алаңқайдағы бірінші гүлзардың периметрі 18 метрге тең екен. Ал енді екінші гүлзарды қарап көріңдер. Екінші гүлзардың ұзындығы 7 метр, ені 3 метр. Бұның периметрін табуды өз беттеріңше есептеп көріңдер. Олай болса мен сендермен келесі тапсырмаға көшейін.
Келесі тапсырмада бізде тағы да фигуралар беріліпті. Бұл қандай фигуралар? Өздерің көріп отырсыңдар. Бірінші берілген фигура бұл әрине тік төртбұрыш пішінді фигура. Бұл неге тік төртбұрыш? Өйткені бұл фигураның қарама-қарсы жатқан қабырғалары тең екен. Ал енді екінші фигураны қарап көрейік. Бұл яғни бір қабырғасы 3 см, қалған қабырғаларының да 3 см екенін білуге болады. Яғни барлық қабырғасы тең бірдей фигураны біз шаршы деп айтамыз. Ендеше бізге екінші шаршы берілген екен. Олай болса, бірінші тік төртбұрышқа қатысты есеп құрастырып көрейік. Мұнда тік төртбұрыштың ұзындығы белгілі, яғни 7 см екен. Ал периметрі 20 см екен. Периметрі де белгілі. Ал бізге ені белгісіз екенін көрсетіп тұр. Олай болса біз қысқаша шартын жазайық. Яғни бірінші қабырғасы 7 см белгілі. Енді келесі ені белгісіз қанша сантиметр екені, бірақ периметрі 20 см екенін табуға болады. Мінекей периметрі белгілі. Олай болса, егер ұзындығы белгілі болса, периметрі белгілі болса, енін қалай табуға болады? Ал енді ойланып көрейік. Ол үшін периметрінен, яғни 20 см-ден біз бір қабырғасының 2-ге көбейтіндісін азайтамыз. Яғни 20 см-ден 7 мен 2-нің көбейтіндісін азайтамыз. 7 мен 2-нің көбейтіндісі қанша болады балалар? Әрине 14 см. 20 см-ден 14 см-ді азайтсақ, 6 см екен. Яғни 2 енінің қосындысы 6 см-ге тең болып тұр. Енді бір қабырғасын табу үшін біз 6 см енін 2-ге бөлеміз. Яғни ені нешеге тең екен? 3 см-ге тең екен. Олай болса, жауабын жазайын. Ені 3 см. Мінекей бізге белгісіз ені болған, яғни біз есептің шешуін тауып қойдық. Жарайсыңдар балалар. Енді өз беттеріңше осылайша есептей отырып, шаршының да периметрін ойлап көріңдер. Бұл жерде қабырғасы белгілі. Ал периметрі белгісіз болған кезде қалай табуға болатынын ойланып көріңдер. Олай болса біз келесі тапсырмаға көңіл аударайық. Бұл тапсырманы біз алдыңғы сабақтарда да орындағанбыз. Олай болса еске түсіріп көрейік. Өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап дейді. Яғни берілген дөңгелекшелер ішінде бізге бір таңбалы сандар берілген. 4, 9, 5 осы берілген сандарды ортадағы 3 санына көбейт дейді. Ал енді біз бірінші өрнекті құрастырып көрейік. Демек, бірінші берілген сан 7. 7-ні біз 3-ке көбейтеміз. Яғни 7 мен 3-тің көбейтіндісі қандай санға тең? Әрине 21-ге тең екенін білесіңдер. Осылайша ары қарай келесі санның өрнектерді құрастырайық. Келесі біз 9-ды қойып көрейік. 9-дың 3-ке көбейтіндісі қанша болады балалар? 9 үшіміз 27 екенін білуге болады. Олай болса, мен ары қарай барлық мысалдарды келтірмей-ақ қояйын, өз беттеріңше есептеп өрнек құрастыруды білесіңдер деген ойдамын. Енді келесі тапсырмаға көңіл аударайық. Бұл да осы бірінші тапсырмаға ұқсас, бірақ мұндағы берілген сандарды біз 3-ке бөлуіміз қажет. Ал енді бөлу амалын қатыстырып біз өрнектер құрастырып көрейік. Алдымен 15-ті 3-ке бөлсек, неше болады балалар? Яғни 5 болады. Келесі біз 18 санын қойып көрейік. 18-ді 3-ке бөлеміз. 18 бен 3-тің бөліндісі нешеге тең? Әрине 6-ға тең. Яғни бұл тапсырмалар сендерге өте оңай екенін білемін. Ары қарай өз беттеріңше жалғастырып көріңдер. Ал енді бізде оқулықта 4-ші тапсырмада ойлануға тапсырма берілген екен. Бұл жерде дайын сұлба берілген. Осы сұлбаны сандармен толықтыра отырып, біз есептің мәнін табуымыз қажет. Ал олай болса, сұлбаны сандармен толықтырып көрейік. Бұл жерде сұлбаны қарап көріңдер. Бірінші берілген мәлімет белгісіз. Екінші берілген мәлімет 2 есе артық екенін көруге болады. Ал үшінші берілген мәлімет 2 есе кем екенін, қанша есе кем екені белгісіз. Ал олай болса, есепті сандармен толықтырайық. Демек, бірінші сыныпта
неше оқушы бар екені белгілі болады. Яғни бірінші сыныпта 30 оқушы бар. Ал енді екінші сыныпта неше оқушы екені белгісіз, бірақ 2 есе артық. Неден артық? Бірінші сынып оқушыларынан артық. Енді үшінші сыныпты қойып көрейік. Үшінші сыныпта да неше оқушы екені белгісіз, бірақ 3 есе кем. Қай сыныптан? Екінші сыныптан. Мінекей біз сұлбаны сандармен толықтырдық. Ал ендеше мен қазір шешуін жазып көрейін. Бұл жерде бірінші сыныпта 30 оқушы, екінші сыныпта белгісіз, бірақ 2 есе артық деп тұр. Есе артық дегендіктен біз әрине көбейту амалын таңдап алатын боламыз. Яғни осы 2 есе артық екінші сыныптан, ал үшінші сыныптағы оқушылар екінші сыныптан 3 есе кем. 3 есе кем дегендіктен біз бөлу амалын ойлап қоямыз. Мінекей өздерің көріп отырсыңдар, алдымен біз екінші сыныптың оқушысын табу үшін 30-ды 2-ге көбейтеміз. Яғни 60 оқушы екінші сыныпта бар екен. Ал енді екінші сыныптағы оқушыдан үшінші сыныптағы оқушы 3 есе кем дегендіктен осы 60-ты біз 3-ге бөлеміз. Яғни 20 оқушы болады екен. Демек бұл үшінші сыныптың оқушысы 20 екенін көруге болады. Мен бірден бір өрнек түрінде құрып, есептің мәнін бірден таптым. Олай болса қазір біз жауабын жазып көрейік. Яғни бізге белгісіз екінші сыныптың оқушысы және үшінші сыныптың оқушысы болған. Сондықтан мен жауабында көрсетемін. Екінші сыныпта қанша оқушы болды балалар? Яғни 60 оқушы, ал үшінші сыныпта 20 оқушы бар екенін біз мінекей есеп арқылы таптық. Үшінші сыныпта 20 оқушы бар екен. Мінекей балалар, өздеріңнің көмектерің арқылы біз есептің шартын құрып, есепті толық шығарып болдық. Ал енді келесі тапсырмаға көңіл аударайық. Бұл жерде бізге тағы да санды өрнектер берілген, бірақ бұл жерде жақшалар қойылмаған. Тиісті орынға жақшаларды қою арқылы өрнектің мәнін дұрыс екенін көз жеткізуіміз қажет. Олай болса, бірінші өрнекке көңіл аударайық. Мұнда 40 пен 8-дің айырмасы және оған 7-ні қосса 25 дейді. Өздерің ойлап көріңдерші балалар, 40-тан 8-ді азайтсақ бізде 32, 32-ге 7-ні қосса 25 шықпайды. Олай болса бұнда біз тиісті жақшаны қоюымыз керек. Өздерің көріп отырғандай, мұнда 8 бен 7-нің қосындысы бірінші орындалады. Демек, 8-ге 7-ні қоссақ 15, енді 40-тан 15 алсақ, бізде 25 шығады екен. Яғни біздің қойған жақшамыз дұрыс болды. Енді келесі өрнекке көңіл аударып қарайық. Бұл жерде де егер бірінші азайту амалы орындалса, 47 шығуы мүмкін бе? Біз болжам жасап көрейікші? Әрине мүмкін емес. Өйткені өздерің көріп отырсыңдар, 50-ден біз 3-ті азайтқан кезде 47 шығатынын білеміз. Олай болса, бұл жерде де 9 бен 6-ның айырмасын жақшаға алады екенбіз. 9 бен 6-ның айырмасы 3-ке тең, ал 50-ден 3-ті азайтсақ 47 шығатынын біліп отырсыңдар. Олай болса, жақшаның да өзінің қойылу ерекшелігі болады екен. Әрбір жерге біз қоя салмаймыз. Ендеше келесі өрнекті өздерің есептеп көріңдер. Тиісті жақшаны қай жерге қойған кезде өрнектің мәні 66-ға тең болып шығатынын, 20-ға тең болып шығатынын өз беттеріңше есептеп көріңдер. Жарай ма балалар? Олай болса, келесі соңғы тапсырмаға көңіл аударайық. Бұл жерде бізге теңдіктер, теңсіздіктер берілген. Бізге тапсырма былай беріліпті. Тура теңдіктер мен теңсіздіктерді ғана жаз. Яғни бұл жерде біз теңдік пен теңсіздік ұғымын еске түсіріп көрейік. Егер мен мына жерде 5-ті 5 пен тең десем, әрине бұл ақиқат. 5 пен 5 расымен де тең. Яғни бұл тура теңдік. Енді мен 5 аз 6-дан дейтін болсам, немесе 6 көп 5-тен десем, расымен де мен тура теңсіздік құрастырдым.
Солай емес па? Олай болса, осы берілген сандардың ішінде көп, аз деген таңба, тең деген таңба дұрыс қойылды ма екен? Дұрыс теңдік пен дұрыс теңсіздікті біз ажыратуымыз қажет. Ол үшін алдымен әрбір өрнектің мәнін білуіміз қажет. Өрнектің мәнін білгеннен кейін біз салыстырып барып, оның тура теңдік немесе тура теңсіздік екенін айыратын боламыз. Олай болса, бірінші тапсырмаға көңіл аударайық. Мұнда бізде 25 пен 15-тің қосындысы берілген. 25 пен 15-тің қосындысын 5-ке бөліп, және 66 мен 33-тің айырмасын салыстыруымыз қажет. Әрине, 25-ке 15-ті қоссақ 40 болады. Ал 40-ты 5-ке бөлсек, неше болады балалар? 8 болады. Ал енді 66-дан 33-ті азайтып көрейік. Яғни 6-дан 3-ті алсақ 3, 6-дан 3-ті алсақ 3, 33 екенін көріп отырсыңдар. 33 көп пе, 8 көп пе? Ойланайықшы. Әрине, 33 көп 8-ден. Яғни бұл өздерің ойланып көріңдерші. Тура теңсіздік пе, әлде тура емес пе? Әрине, тура теңсіздік. Біз бұл тапсырманы төменге дәптерге жаза алады екенбіз. Олай болса, келесі тапсырманы көрейік. Бұл жерде 64 пен 55-тің айырмасын 33-ке қосуымыз қажет. Ал енді бірінші амалды орындап көрейік. Бұл жерде 14-тен 5-ті алсақ 9, енді 9-ға 33-ті қосуымыз керек. 3-ке 9-ды қоссақ 12, 3-ке ойдағы 1-ді қоссақ 42, яғни 42-ге тең екен. Ал енді келесі жағын есептеп көрейік. 5-тен 2-ні азайтсақ 3, 5-тен 2-ні азайтсақ 33 екенін көруге болады. 33-ке енді 11-ді қосайық. 3-ке 1-ді қоссақ 4, 3-ке 1-ді қоссақ 4. Яғни келесі жағы 44-ке тең болды. Ал енді сол жағына қарасақ 42. Ал енді ойланайық. 44 көп пе, 42 көп пе? Әрине, 44 көп 42-ден. Бұл жердегі біздің теңсіздік таңбасы да тура екен. Олай болса, біз бұны да дәптерімізге жаза аламыз. Өйткені бұл тура теңсіздік екен. Ал енді келесі тапсырманы ойланып көрейік. 100 санынан 55 санын азайтамыз. Алдымен 10-нан 5-ті алсақ 5, 9-дан 5-ті алсақ 4. 45-ке 23-ті қосып көрейік. 5-ке 3-ті қоссақ 8, 4-ке 2-ні қоссақ 68. Яғни 68-ге тең екен. Енді келесі жағын есептеп көрейік. 10-нан 5-ті алсақ 5, 9-дан 4-ті алсақ 5. 55-ке 33-ті қосып көрейік. 5-ке 3-ті қоссақ 8, 5-ке 3-ті қоссақ 8. Енді 68 бен 88-ді салыстырамыз. Әрине, 88 көп 68-ден. Бірақ балалар, бұл жерде тең таңбасы қойылған. Яғни, бұны біз теңдік деп қойғанбыз. Олай болса, 68 аз 88-ден. Яғни, бұл жердегі мына тең таңбасы дұрыс емес екен. Яғни, бұл теңсіздік екенін өздерің көріп отырсыңдар. Бұны бізге дәптерге жазу қажет емес екенін білуге болады. Олай болса балалар, келесі берілген 3 тапсырманы өз беттеріңше алдымен есептеп мәнін тапқаннан кейін салыстырып, олардың тура теңдік, тура емес теңдік екенін ажыратасыңдар. Бұл тапсырманы ары қарай аяқтауды өздеріңе тапсырамын. Олай болса балалар, бүгін менімен бірге тапсырмаларды бірге орындағандарың үшін алғыс білдіремін. Рахмет сендерге. Сау болыңдар.